Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ежелгі Ақыртас сарайы. Ақыртас Жамбыл облысындағы ең жұмбақ жер. Елестетіп көріңізші, көптеген зерттеушілер оны Мысыр пирамидаларына, Рим Колизейіне және Майя сарайларына теңестіреді. Кешен Тараз қаласынан 45 шақырым жерде орналасқан. Ежелгі дәуірдің бірегей ескерткіші Қазақстандағы 100 киелі орындардың тізіміне енгізілген. Бүгінгі күнге дейін ерекше ғимарат, тарих пен мәдениет әлемінде көптеген пікірталастар туды. Ғалымдар әлі күнге дейін бұл керемет сарайды қаңырап жатқан далаға кім және не үшін салғанын болжауда. Барлығына рет-ретімен тоқталайық. Алдымен әңгіменің басын ерте заманға Ұлы Жібек жолы кезеңіне аударайық. Ұлы Жібек жолы шығыс пен батысты байланыстыратын алып керуен жолы екенін білесіздер. Ол бүкіл Қазақстан арқылы өтетін. Бұл жол бойымен Еуразияның барлық жеріне адамдар түрлі тауарлар жіберетін. Мысалы, Қытай жібектері мен үнді шөптері Еуропаға келіп, ал шығыс халқы еуропалық мәдениетті зерттей бастады. Жібек жолы бойында көне қалалар пайда болды. Олардың кейбіреулері бүгінгі күнге дейін гүлденіп келеді. Сендер қандай ежелгі қалаларды білесіңдер? Кейбір тарихшылардың айтуынша Ақыртас та Ұлы Жібек жолының арқасында пайда болған. Ол бір араб қолбасшысының бұйрығымен тұрғызылған. Қамалдың құрылысшысы ежелгі Македонияның патшасы Александр Македонскийдің өзі болуы мүмкін деген пікір бар. Шетелдік ғалымдар Ақыртастың Жерорта теңіздің ежелгі сарайларына өте ұқсас екенін мойындайды. Бүгін біз үлкен қара қызыл тастардан салынған ғимараттың қирандыларын ғана көреміз. Елестетіңдерші, бір тастың салмағы 10 тоннаға жетеді. Ақыртас тастары Мысыр пирамидаларының тастарынан да үлкен. Бір таңғаларлығы, сол кездегі құрылысшылар керемет инженерлік технологияларға ие болған. Археологтардың есептеуінше, мұнда 100-ден астам бөлме және 28 ішкі алып бағандар болған. Сарай кешенінің ауданы 4 футбол алаңына тең. Сарай 4 бөліктен тұрады. Орталықта ауласы бар негізгі кіреберіс және 2 су қоймасы орналасқан. Сондай-ақ аумақта пайдалы қазбаларды өндіруге арналған тау-кен орындары, саябақ және тұрғын үйлер бар. Ақыртастың қабырғалары өте тығыз және берік, ал іргетасының биіктігі 4 метрдей. Жергілікті үйлер сумен қамтамасыз етілген, өйткені жақын маңдағы бұлақтардан сумен жабдықтау жүйесі жүргізілгені байқалады. Мұның бәрі сол заманда қалай салынғаны біз үшін әлі күнге дейін жұмбақ. Ақыртаспен байланысты неше түрлі әңгіме бар. Кейде қала үстінде ұшатын табақшалар пайда болады дейтін жақын ауылдың тұрғындары. Бұл керемет ежелгі дәуір қаласының құпиясын біз алдағы уақытта әлі де ашуымыз керек. Ал әзірше Ақыртас сарайы кешенінің қирандылары орталық Азияда теңдесі жоқ Қазақстанның орта ғасырлық сәулет өнерінің бірегей ескерткіші болып табылады. 2014 жылдың шілдесінде ол ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енді. Бәлкім болашақта Ақыртастың құпиясын сендер аша алатын шығарсыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Қаншалықты мұқият көрермен екеніңізді тексерейік. Менің 3 сұрағыма жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ. Шығыс пен батысты байланыстырған көне керуен жолы қалай аталады? Екінші сұрақ. Ақыртас сарайы қай ауданда орналасқан? Үшінші сұрақ. Ақыртас ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне қай жылы енді?